Бисмиллах, менің алтын көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін гируламанның тестісін жасайтын боламын. Ең алдымен бізге тұз керек болады, жылы су, бір жұмыртқа керек болады. Осы үшеуін жақсылап араластырып, мен қамыр илейтін боламын. Менің қамырым өте қатты да емес, жұмсақ та емес етіп илейтін боламын. Қолдың көмегімен осы үшеуін жақсылап біркелкі масса, сұйық масса болғанша араластырып аласыздар. Жасалу жолы өте оңай. Осы видеодағыдай жасасаңыздар, сіздің лагманыңыз өте керемет болып шығады. Енді кезекте мен қамырымды осылай қолдың көмегімен илейтін боламын. Міне менің қамырым дайын болып қалды. Енді осы қамырды мен 40 минутқа пакетке салып, бетін жауып қоятын боламын. Міндетті түрде 40 минут қойып аласыздар, кішкене демін алғанша. Міне менің тестім дайын болып қалды, 40 минут болды. Енді осыны мен дөңгелектеп ысып, тағы да 20 минутқа қойып аламын. Осылай бірінші астына май жағып аласыздар. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, міндетті түрде бір жасағаннан шығады. Осылай бетіне май жағасыздар. Осылай жіңішкелеп кесіп, біз осыны пакетке салатын боламыз. Қазір осыны кесіп болғаннан кейін, пакетке салғаннан кейін, біз тағы да 20 минут қойып аламыз. Май сіңу керек. Сонда біздің лагманымыз өте керемет болып шығады. Созылуы да өте оңай, жабыспайтын, жыртылмайтын болып шығады. Осылай пакетке салып қоямын. Менің алтын көрермендерім, менің видеоларымды міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Сосын осы видеоға қатысты өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп қараңыздар. Енді осыны тағы да мен 20 минутқа қойып аламын. Осылай бетін жауып. Менің тестім 20 минут тұрды. Енді мен осыны сіздерге тәрелкеге салып көрсететін боламын. Осылай тәрелкені жақсылап майлап аласыздар. Енді кезекте мен пакеттен біреуін алып, осылай жіңішкелеп, осы тәрелкеме орналастыратын боламын. Енді кезекте мен осыны майланған тәрелкеме осылай дөңгелектеп орап салып қоямын. Кішкене бойын алып тұру керек тәрелкеде. Сондықтан мен осылай жасаймын. Қазір осыны дөңгелектеп жіңішке етуге өте оңай болады. Сондықтан осылай қойып аламын. Дәл солай барлығында жасай бересіздер ары қарай.
осылай дөңгелектеп болғаннан кейін тағыдан үстіне май жағасыздар. Осы пакеттегі ішіндегі тұрған тестімізді барлығын осылай ары қарай жасай бересіздер. Міндетті түрде үстіне май жағуды ұмытпаңыздар. Осы май сіңіп тұру керек. Енді осыны мен тағы да 10-15 минутқа қойып аламын. Енді біздің 15 минут аралығы болды. Енді осыны мен ары қарай жіңішкелеп уже лагманымды дайындай беремін. Осылай жіңішке етіп жасайсыздар. Жіңішке етіп жасасаңыздар, біздің лагманымыз дәмді және тез пісетін болады. Мен барлығын ары қарай осылай жасай беремін. Сіздер де осылай видеодағыдай жасасаңыздар, сіздің лагман тестісі өте жақсы болып шығады. Сіздер осы видеодағыдай ерінбей жасаңыздар. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Не көрдіңіздер ма? Біздің тестіміз жабыспай тұр, арасында май болғандықтан, жұмыртқа болғандықтан. Міне осылай мен жіңішке етіп созып алдым. Үзілмей, жыртылмай, әдемі болып шықты. Біздің геру лагманымыздың тестісі дайын болып қалды. Ал менің алтын көрермендерім, менің видеомның соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет айтамын. Сіздер де осы менің тестіммен рецептісін жасап көріңіздер. Ол міндетті түрде әдемі шығатын болады. Сіздермен болған мен Гүлжайнар. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.